See you. See you. Жарайды. Азаю. Азаю. Көбею. Димаш айтауы. Көбею. Аю сосын. Ою. Оймақ. Оймақ. Көбею. Марғұлан айтауы. Ою. Ою дұрыс. Енді. Ою. Екіншісі. Дұрыс. Жүреді, аузы жоқ сөйлейді. Не деп ойлаймыз? Несі? Ағаш. Жоқ. Аяғы жоқ, жүреді, аузы жоқ сөйлейді. Жоқ. Жоқ. Хат жоқ, бірақ оны басқа жаққа жіберуге болады. Аузы жоқ сөйлейді. Хаттың аузы жоқ, бірақ хатты ашқан кезде ішінде сөйлемдер, мәтіндер, әртүрлі сообщениелер болады. Соны біз оқып сөйлей аламыз, иә? Осыны жауабы, яғни жұмбақтың жауабы бізде хат болады. Дұрыс. Яғни бүгінгі біздің өтетін әрбір дұрыс. Енді келесі. Бүгін біз әрмен танысамыз. Бұл өте қызықты сабақ болады. Міне, бұл әрпі. Ол екі таяқшаның қиылысуынан тұрады. Өліп тұрғандарындай өте әдемі. Х әрпіне басталатын алғашқы сөзіміз ха. Хат жазып алыстағы достарымызға жібере аламыз. Келесі сөз хабар. Хабар бұл теледидардан немесе радиодан еститін жаңалықтар. Ал мынау халық сөзі. Халық бұл біз, яғни барлық адамдар. Әрбір есте сақтаңдар, балалар. Кездескенше. Карандашпен жасаймыз. Ализа екі карандаш аламыз. Екі карандаш тағы біреу аламыз қасына. Екеу алып, біріктіреміз былай. Былайынан біріктіреміз. Сонда қандай дыбыс болды бізде? Х дыбысы. Иә. Көп болады, дұрыс. Екеуін бірге ұстасақ, сонда х дыбысы шығады. Енді барлығымыз бірге х деп айтайықшы. Әділхан хат жазды. Әділхан кімге хат жазды? Тыңдаймыз. Хат сөзінде үш әріп, үш дыбыс бар. Бір буын, екі дауыссыз дыбыс бар. Бір дауысты дыбыс бар. Х қатаң дауыссыз дыбыс. А жуан дауысты дыбыс. Т қатаң дауыссыз дыбыс. Екі дауыссыз және бір дауысты бар екен, иә? Х дегеніміз дауыссыз қатаң. Одан кейін А дауысты жуан. Т дауыссыз қатаң. Осылай хат сөзін талдаймыз. Енді келесі бізде қою қара сөздері. Балалар келесі кезекте оқулықта берілген сөздерді бірге оқиды. Хабар, халық, хоккей, шахмат, емхана, кітапхана. Енді сол сөздерді біздің елімізді баяғы өткен ғасырымызда басқарған адамдарды осындай хан деп айтады. Келесі бізде хор. Көп адамдар бірігіп ән айтады. Мысалы біз музыка сабағында барлығымыз бірге ән айтамыз ғой. Сол кезде біз хормен ән айтамыз. Хор дегеніміз осы. Халық дегеніміз осы бізді айтсақ болады. Отырған оқушылардың барлығы, үлкен кісілер, аталар, әжелер, әпкелеріміз, аналарымыз барлығы бізде халық болып саналады. Келесі бізде хабар. Хабар деп бізде мысалы жаңалықтардағы айтылып жататын жаңа ақпараттарды хабар деп алсақ болады. Келесі хоккей. Хоккей ойынын білеміз бе? Хоккейде не істейді? Менің ағам хоккей ойнап жүр. Жарайды. Адияның ағасы хоккей ойнайды. Өте керемет.
ya. Şahmat oyunun barlig'imiz bilamiz. Ikki o'yinchining qatnashuvi orqali o'rtaga ulkan o'zining o'ynaydigan zatlar barimiz birga aytaylikchi. Kelesi so'z bizda kitobxona. Kitobxona deganimiz qalay tushunamiz? Kitob o'qiymiz ya. Bu yerda kitobxonaga kirgan кезде qo'yarli kitobxona turadi. Сол kitoblarning har qaysisining o'zlarining bo'lak-bo'lak suralari, o'zlarining bo'lak qatorlari bor. Kitobxonaga kirgan кезде qattiq so'ylaga bo'lmaydi ya. O yerda barlig'i tinish o'tiradi. Tinchlikni saqlab Hakkımda sizge yolda oturmaz. Ağır sizin akılda önümü özдөp okurman. Endi shu qaraymiz kitobimizga qaraymiz. Bizga birinchi birlik aslida qanday son ko'rsatilgan, qanday Tinchlikcha bir sonning aslida qanday ko'rsatilgan ekan? Endi kelasi ikkinchi uchinchi son, to'rtinchi son, basdan to'minga qaray do'g'a tushiramiz. Odan keyin kelasi betni bosib, tag'i to'g'ri do'g'arsangiz, ya'ni xidobisining ulkaniga, odan keyin kichikni yozamiz. Jo'g'aridan to'min qaray do'g'a, odan keyin to'rajandan tag'i endi qo'limizdan turib, qanday so'zlar bor ekan, birinchi barcha so'zlarni o'qib chiqamiz. Xabar, masa, shaxmat, qo'zi. Endi xidobisiga so'zlar o'qiymiz. Xidobisiga so'zlar. Xabar, shaxmat. Qancha so'z bo'libdi sonda? 3. Kelesi. Xala, asık, qol, xat. Qo'lxat. Endi xidobisi bor so'zlarni o'qish. Xidobisi bor so'zlarni. Xot, xat, Qo'lxat. xaliq,
асхананы ана Әсемге. А. Әсемге бер асхананы жасап.